6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Бүлдіріп тұп-тұнық аспаны, жайлауымен көлі тастары, жалынды да жайсың жастары. Ауылдан, табиғаты көркем тамаша, таулары көкеме таласқан, бірдегі ешелдің жарасқан. Ауылдан, ол ауылдан, ол қыздары, жарқыраған жұлдыздары, арманы асқан, мақсаты биік, бақыт құшқан, мұңсыз бәрі. Уа-па-па, парарура, уа-па-па, парарура, уа-па-па, парарура, Жаңа, ерекше видео түсіру керек еді. Мен де түсейінші? Жоқ, Самат, саған болмайды. Маған болады, мен актрисам. Айша, қойшы, оданша Саматпен ойнамайсың ба? Жарайды, контентті ойластырайық. Не істейміз? Бүгінше ештеңе істемей қойық. Көлге барып шомылайық. О, мен келсем. Бізді көрермендеріміз тосып отыр. Біз уәде беріп, видео салып отырмыз. Дұрыс айтасың. Менде бір ой бар. Сендер қолдайсыңдар ма, білмеймін. Айтып көр. Мүмкін ағаштардан әдемі заттар жасап көрсетеміз. Өзіміз істейміз. Сосын соңында көрермендерге сыйлаймыз. Қызық екен, бірақ біз ондай заттарды жасай алмаймыз ғой. Неге маған қарайсыңдар? Арманаға күшті істейтін еді ғой сондай заттарды. Жарайды. Әкемнен сұрап көрейін. Не айтатынын? Онда тездетіп барайық, уақыт алмай. Ал біз ше, біз видеоға түспейміз бе? Соны айтам. Самат, Айша, екеуін өздерін видео түсіріңдер, ал мен сендерге содан кейін күшті қылытып монтаж жасап берем. Жақсы. Кетті оны. Жүріңдер, кетті. Саламатсыз бар, Манағай. Бәрің бірге не істеп жүрсіңдер, батырларым. Азаматтар. Әке. Қызым. Біздің сізге бір өтінішіміз бар. Ол қандай өтініш екен? Алған айта ғой. Арман аға, біз ютубқа видео түсіріп жүрміз. Сізден қол өнерді үйреніп, соны өзіміз жасап, видео түсіріп салсақ деп едік. Өтініштеріңді түсіндім. Біріншіден, сендер өздерің жасай алмайсыңдар. Қашан үйренесіңдер? Сол кезде түсіресіңдер. Ағай, сіз үйретпейсіз бе не? Үйретем? Мен ол уақыт керек қой. Әкешім, біз дайынбыз үйренуге. Бірақ бір шартым бар. Қыздар көмектеседі, жігіттерге үйретем. Неге аға? Өйткені қыздарға арналмаған жұмыс. Егер келіссеңдер, сендерге де үйретем. Келістік, Арман аға. Екіншіден, оқу ұзақ болады. Келістік. Асықпай үйренгенде жақсы ғой. Үшіншіден, қызым. Үшіншіден, жақсылап үйреніп алмағанша видеоға түсіруге рұқсат бермеймін. Келістік қой? Жақсы, үйреніп болғасын видеоға түсіруге болады ғой. Әрине. Келістік. Рахмет, әкешім. Құлыным. Отақаным. Самат, не істеп жатсың? Ойланып жатырмын. Менде бір ой бар. Қандай?
Парасаттың камерасын сұрап алайық. Бәрібір білмейді ғой бізге камерасын. Айтты ғой өздерің түсіріңдер деп. Жүр онда кеттік. Кеттік. Дайынбыз ба балалар? Иә. Дайын болсақ, ең алдымен қауіпсіздік ережесімен танысып алайық. Қолымызға көзілдірікті аламыз. Көзімізге киеміз. Күн түспес үшін бе? Көзімізге қоқым түспеу үшін. Ас дайындайын деп жатырмыз ба? Бұл алжапқыш. Бұны бұлай киеміз үстімізге. Үстімізге қоқым түсіп бүлдірмеу үшін киеміз. Ал қолғап, қолды қоқымнан қорғау үшін бе? Қолғап, қол жылы жүру үшін. Әзілдейм, қауіпсіздік ережесін сақтау үшін. Қане дайынбыз ба? Қане бәріміз қолымызға қолбақты киіп аламыз. Неден бастаймыз Арман аға? Қолымызға мына ағаштарды аламыз. Барлықтарың алдыңдар ғой? Енді алдымызда құм қағазбен осы ағаштарды тазалай бастаймыз. Арман аға, сонда ағаштан мүсін істемейміз бе? Ең алдымен ағашты тазалаймыз. Не болды? Сен айттың ғой өздерің видео түсіріңдер деп. Иә. Бізге камерамды бере тұр. Камерамды? Бере алмаймын. Сендер байқаусызда сындырып алсаңдаршы. Өй, бір камера үшін жылап. Жоқ, ренжімеңдер, бере алмаймын. Басқа сұрақтарым болмаса мен кете берейін. Айттың ғой бермейді деп. Бізді алдап кетті. Кеттік онда. Арман аға, Ау. көріңізші, дұрыс істедің бе? Иә, дұрыс. Енді қандай тапсырма бар? Тағы бір ағаш тазала. Тағы да ма? Иә. Арман аға, бізде ағаш бітіп қалыпты. Солай ма? Балалар, қазір барлығымыз орманға ағаш әкелуге барамыз. Біз камераны алып кетуіміз керек. Рұқсатсыз алуға болмайды ғой? Сен видео түскің келе ме? Иә. Қара, мынау біздің жоспарымыз. Біз сарайға барамыз, олар жұмыс істеп жатқан кезде тығылып сарайға кіреміз, камераны алып кетеміз. Түсіндің бе? Ұсталып қалсақшы. Онда Б жоспарын қолданамыз. Ол қандай жоспар? Әлі ойламадым. Бірақ сол жаққа барған соң көреміз. Дайынсың ба? Дайынмын. Бұл саған не үшін? Бұл менің тұмарым, сәттілік үшін. Кеттік. Ай, тимеңдер, сындырмаңдар. Қане, жүріңдер. Ағаштарды бүлдірмейміз. Жарай ма? Әке, қандай ағаш түрлерін жинаймыз? Ешқандай. Теректерге тиіспейміз. Шоқтарды сындырмаймыз. Жарай ма? Сонда ағашты қайдан аламыз?
жерге түсіп қалған ағаштардың ішінен дұрысын жинап алыңдар. Келе ме қызым? Қандай ағаш жинауымыз керек? Қалауларың білсін. Алдымен жинап алып келіңдер. Содан соң мен айтам. Қайсысы болады, қайсысы болмайды. Жарай ма? Жарайды. Ал қане. Жинап келдік Арман ағай. Жарайсыңдар. Әке, не істеп жатсыз? Сендерге шай дайындап жатырмын. Әке, бұл біз жинаған ағаштар ғой? Қызым ау, тоғайда ағаш көп қой. Тағы да жинап кел. Сендерге келгенше шай да қайнап қалады. Жарайды онда, кеттік. Осы жерден кіреміз. Мынаған қалай кіреміз? Шеберхананың астын кішкене қазып, сол тесіктен кіреміз. Түсінікті ме? Айша, мен бүркіт. Айша, тыңдап тұр. Күрек сынып қалса, дұрыс барына көшіңіз бе?
Онда басқа жағынан кіреміз. Ой, рахмет. Таңдаған ағаштарың дұрыс балаларым. Арман ағай, Ау. не үшін қой өнерді қаладыңыз? Әр адам өзінің ұнатқан жұмысын жасау керек. Мен осы ағаш өнерін ұнаттым, содан соң жасадым. Ал сабақта онда не үшін оқиды? Бәрі бірдей физик, химик, математик болғысы келе бермейді ғой? Қандай жұмыс жасасаң да білім қажет балам. Мысалы, мен ағашта өңдеп, мүсін жасаймын. Мысалы, кәдесый жасаймын. Ол үшін ағаштың түзулігін есептеп алуым керек. Ол математика. Ағаштың дұрыстығын шығару үшін балалар геометрия керек. Ал дұрыс ағаш тану үшін биологияны оқу керек. Көрдіңдер ма? Не үшін біз мектепте оқуымыз керек? Көп сөйлеп кеттім ғой деймін, Қане, үйге қайтайық. Жинастырайық. Айша, есік кілттен бекітіліп тұрған шығар. Аз тексерейін. Айша, не? Есік сыртқа қарай ашылады ғой? Айша, саған бір нәрсе айтсам, бола ма? Айт. Беттерден шешейінші. Әйтпесе үсті басым терлік бітті. Саған қалың орамалды тақ деген кім бар? О, таптым! О, жүр кет! Кет! Қос! Мынаған қалай қосады? Әкел, мен осы көрейін. О, қостым! Түсірейік! Кеттік. Не түсіреміз? Ол туралы ойламаппын. Қазір мен сендерге тапсырма берем. Мен келгенше бітіріп қойыңдар. Әрине дайындап қоямыз. Естейік. Ағаштардың сыртын тазалаңдар. Сыртында бірде-бір қисық жері қалмасын. Алыңдар. Іске сәт. Я, мана. Стандарт. Қазір мен қуыршақ туралы айтам, ал сен түсір, жарай ма? О, я! Ал, басталды! Бұл қуыршақтың аты қарашаш. Оның әдемі басында бас киімі бар. Көйлектері өте әдемі. Ода көйлектері көп. Қазір киіп тұрған көйлегінің өзі ең әдемі көйлегі. Және оның аяқ киімі де әдемі сары. Сосын ол ойнағанды жақсы көреді. Баста.
Çok қызық емес. Одан да мен ойнайын, сен түсір. Сен қызғанып отырсың ғой, ә? Жоқ, сенің қуыршақ ойнағанды ұлдар көрмейді. Ал сенің ойыншық ойнағанды қыздар көрмейді. Көреді. Көрмейді. Көреді. Көрмейді. Көреді. Көрмейді. Онда мен өзім басқа видео түсірем. Ал сен өзің басқа видео түсір. Әке камераны. Бермейм. Бер. Бермейм. Бер. Бермейм. Бер. Бермейм. Бер камераны. Бермейм. Бер. Бермейм. Бер. Бермейм. Бер. Бермейм. Бер. Бермейм. Бер дедім. Бермейм. Бер. Бермейм. Ауылдың бәрін түсіреміз, бәрі қарайтын болады. Одан да менің ойыншықтарымды түсіре салу керек еді. Болды, қойш, келістік қой, бірге түсіреміз деп. Сен бәрібір ауылды білмейсің ғой. Сен айтасың, мен түсірем. Сонда мен де видеода болам ғой, ә? Иә. Кеттік. Бұл үй 56-шы үй. Бұл үйде 7 адам тұрады. Қайырғали атамыздың өзі салған үйі. Келесі. Бұл үйде әскер деген ұл тұрады. Әкесінде күшті көлік бар. Келесі. Бұл үйде Ақбөбек тұрады. Ақбөбек жақсы билейді, ән айтады. Бірақ мен сияқты сурет сала алмайды. Самат. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы? Не істеп жүрсіңдер? Біз ауыл туралы видео түсіріп жүрміз. Барлығын таныстырып жатырмын. Неге? YouTube'қа саламыз. Түкте қызық емес, бәрін танимыз ғой. Ей, ренжіп қалдың ба не? Қойыңдар, қазір бірдеңені сындырасыңдар. Тұз, мына екеуін-ай. Мақсат, Ержан! Қойыңдар дейм. Қош! Қойыңдаршы! Айша, анау әжеге көмектесейік. Иә? Үйіне дейін апарып тастайық. Бәрібір ештеңе сүріп жүрген жоқпыз ғой. Кет. Ей, не істеп жатырсыңдар? Әже, сіз қайда тұрасыз, көмектесейін деп еді. Кенжебекті танисың ба? Иә. Айша, ер артынан. Қазір тоқтыңдар. Жоқ, керек жоқ әже. Жей қойыңдар. Ауыр жүк көтеріп келіңдер ғой, қарақтарым. Рахмет. Рахмет әже. Өркендерің өссін. Самат! Мен не түсіретіңізді білемін. Не? Рахмет балама, көн жігіт бол. Рахмет ата.
Достар, біздің бәріне көмектес влогымыз бітті. Енді Айша екеуміз есептейміз. Кімде не бар екен? Айша, баста. Менде 5 піспе нан, сосын 4 алма, 5 құрт, 10 кәмпит, және 5 құлпынай. Ал енді сен есепте. Менде 5 табанан, 6 алма, 5 қияр, Және 5 құрт. Жолда 2 қызанақ жеп қойдым. Уф, екеумізден ешкім ұтпады. Екеумізге де бірдей. Сен көңіліңе алма оның айтқан сөзін. Ол түк түсінбейді, біз сияқты емес. маған шоколад ұнайды. Ауыстырып алайықшы. Иә. Енді не түсіреміз? Білмеймін. Қолымыздағы жүрген жарсасың ба? Ой, мен сені жеңіп кетем. Мен әкемді ұтып кеттім. Мен сені тез-ақ жеңем ғой. Кет, жарсайық. 1, 2, 3. Айттым ғой. Айтпақшы, біздің балмұздақ жеуден жарысымызды видео түсіріп алайық. О, күшті. Менің ұтқанымды барлығы көретін болады. Кеттік. Басталды. Достар, бүгін Самат екеуіміз балмұздақ жеуден жарысамыз. Я, кім ұтады, сол тапсырма береді. 3-ке дейін санаймыз. 1, 2, 3. Қалай айтам? Достарым ғой. Әйте істемеген шығар. Бірақ әкем де түн ұйқысын бөлді ғой осы жұмыс үшін. Мен әдейі істеген жоқпын ғой. Алиманы да түсінуге болады. Әкесі үшін байындап жатыр ғой. Әлім айтып сөз естігенше, өзім айтқан дұрыс. Иә, дұрыс. Сол істейік. Кіріңдер ішке. Әлима, сен не айтқан жоқсың ғой? Жоқ, өз келгесін айтам. Мен енді балмұздақ жемейтіндей болдым. Мен де. Есеп бірдей, ешкім ұтқан жоқ. Сулифамен шешек. Кім ұтады, сол чемпион болады. Жарай. Сулифа, Сулифа. О, айттым ғой мен чемпион болам деп.
Айт тапсырмаңды. Мына қалған балмұздақтардың барлығын жеп қой. Әйтпесе ысырап болады. Олай болмайды ғой. Неге болмайды? Ұтылдың? Тапсырманы орында? Орындамасаң, барлығын айтып берем, ұтылғанымды. Жарайды. Бірақ енді мен ойнамаймын. Арман аға. Әке, Қане, бітірдіңдер ма? әке, біз... Қане көрейінші. Аха. Арман аға, біз матаның астындағы. Әңгімені қойып алам. Қолым тимей жатыр ғой, көріп тұрсың ғой. Арман аға, мен ағаштан жасалған. Иә, бәрі ағаштан жасалған. Оның үстіне дұрыстап тазаламапсыңдар. Қане, барыңдар тазалаңдар. Әке, біз басқа... Сөзді қой қызым. Қане? Берілген тапсырманы орындау керек. Қане барыңдар. Бол. Қане. Самат, мен саған не дедім? Неге айтқан тыңдамайсың, Айша? Кешіріңдерші. Камера күркеде. Сындырған жоқпыз. Камера ішінде кешіріңдерші. Ал жарайды, жүріңдер үйге барайық. Әке, мен қарлығашпен бірге жаяу барайыншы. Ата, мен ботамен барсам бола ма? Тіл қолын шақ. Жарайды, өздерің бара бер. Жүрекші. Не дейсің бер? Жүріңіз. Алима, Арман ағаны шақыршып, бәрін айтып берейік. Соны айтам. Босқа тұрғаннан түк пайда жоқ. Жарайды, шақырайын. Арман аға, сізге айтар әңгімем бар. Менің де. Ал айта ғой. Иә, ағаштар. Сіз бұмен ештеңе айтқыңыз келмей ме? Иә, түсіндім. Орманнан не үшін ағаштарды кесіп келдік, шеберханада ағаш тұрғанда деп айтқың кеп тұр ма? Жоқ. Енді жұмбақтамай айтсаңдар шенді. Наның беті жабық тұрған соң, бұны сіздің дайындап жатқан бір затыңыз деп ойладық. Соны біз сындырып алдық па деп уайымдап жатырмыз. Бұл бүркіт бұрыннан сынып жатқан. Осын жасауға қолым тимей жүреді. Ал балалар, сендерге не жасап жатқанымды көрсетейін ба? Мінеки, балалар. Бұл қобдиша. Арман ағай қандай күшті. Иә, Алиманың анасының туған күніне дайындап жатыр. Ал, мен жұмыстарды бітірейін. Сендерді осындай қобдиша жасағыларың келе ме? Иә. Олай болса, ағаштарын дайындаңдар. Жарай ма? Жарайды. Иә. Қарлығаш, әкем мен анам дүкенге кетті ма? Иә. Айта салшы, болмыз ағалмай қойсын деп. Сонымен, жарыстан кім ұтты? Әрине мен.
осыдан емделіп алайын, мен сенен келінді алам. Айша, ұрыспасаңшы, олай істеуге болмайды. Менде бір ой бар. Самат пен Айша кім бірінші жазып шығады екен? Әрине мен. Жоқ, мен. Жаңағы дәрігер айтқан дәріні бер. Бота, маған да дәрі берші. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard? Камера үшін ренжімеш. Ештеңесін сындырмаған сияқты. Ештеңе етпейді. Ең бастысы Самат пен Айша аман есен ғой. Келесі жолы өйтіп істемейтін бол. Я. Жарайды, мен кеттім. Тез өтіп түсірейік. Сау бол. Сау бол. Күшті, е? Әрине, менің әкем шебер. Сырп болдыңдар ма, балаларым? Е. Тағы да жасағыларың келе ма? Біздің қолымыздан жасау емес, сындыру келеді. Бүгін біз Арман ағайымыздың арқасында қолөнер шеберлігін үйрендік. Бәрі ойдағыдай болды деген ойдамын. Сіздер бізге қосылыңыздар. Ал біз сіздерге жаңа видеолар көрсетеміз. Сау болыңыздар!